Жұлдыз. Жасөспірімдердің жарқын болашағына жол сілтейтін подкаст. Армысыз қадірменді тыңдарман, бұл Жұлдыз подкасты. Микрофон алдында мен Назира Қасымбек. Жасөспірімдерге арналған контент жасау талайдан бері ойымда жүрген еді. Міне бүгін Алланың қалауымен бұл подкаст өздеріңізге жол тартты. Негізгі аудиториямды жасөспірімдер деп алуымның өзіндік себебі бар. Отандық бақ құралдарында жоғары сынып оқушылары мен жастарға арналған бағдарламалар жоқтың қасы деуге болады. Өзім де осы жаста контенттің жоқтығынан талай қиналғанмын. Қазір де інілерім мен сіңілдерімнің уақыттарын пайдасыз дүниелерді көруге жұмсағанын қаламаймын. Сондықтан осы подкасты жазуға шешім қабылдадым. Мұнда жасөспірімдер мен жастардың жан-жақты тұлға болып қалыптасуына септігін тигізетін ақпараттар болса екен деймін. Сол үшін әртүрлі саладағы жетістікке жетіп жүрген, мықты, өз ісінің кәсіби мамандары мен айтары бар жастарды қонаққа шақырып сұхбат құрамын. Подкаст айына бір рет әр сейсенбі сайын жарыққа шығып отырады. Егер алып қосар талап тілектеріңіз болса, мархабат жазыңыздар, мен барлық байланысу жолдарын көрсетіп қоям. Сіздердің әрбір кері байланыстарыңыз Жұлдыздың жұмысын одан сайын жақсартып, дамуына сеп болмақ. Айтпақшы, ұмытып барады екем. Мен подкастты Жұлдыз деп атадым. Өйткені әр адамның өмірі жұлдыз сияқты. Туады, жарқырайды, сосын уақыты келгенде сөнеді. Өз жұлдызымызды мәңгі жарық қылу әрбіріміздің өз қолымызда. Жұлдыздарыңыз жарық болсын.